Сәлеметсіздер ме? Келесі тақырыбымыз атом құрылысы. Атом ядродан және соны айналып жүретін теріс зарядты электрондардан тұратын күрделі микрожүйе. Ядроның радиусы оның минус 12-ден оның минус 3 сантиметр аралығында жатады, ал атомның радиусы шамамен оның минус 8 дәрежесінде сантиметр аралығында. Атомдағы микробөлшектердің сипаттамасы. Атомдардың бөлшектері протоннан, нейтроннан және электроннан тұрады. Келесі таңбалармен белгілейміз оны. Салыстырмалы массасы протонда 1, нейтронда 1, электронда 1 бөлінген 1840. Салыстырмалы заряды протонда плюс 1, нейтронда 0, электронда минус 1. Ядродағы протон саны сумма P тең Z. Мұндағы сумма P протон саны, Z элементтердің реттік нөмірі. Салыстырмалы атомдық массасы mR. mR тең сумма MP қосылған сумма mN. Немесе mR тең сумма P қосылған сумма N. Яғни сумма N бұл нейтрон саны. Бір протон саны қосылған бір нейтрон нуклон деп аталады. Протоны бірдей, нейтрон саны әртүрлі болып келген атомдар изотоптар деп аталынады. Мысалы, сутегі атомының 3 изотоптары бар. 1H протий, 2D дейтерий және 3D тритий. Эйнштейн теңдеуі E тең mc квадрат, немесе E тең mv квадрат. Мұндағы С фотонның қозғалыс жылдамдығы, В электронның қозғалыс жылдамдығы, М фотонның немесе электронның массасы. Екінші Планк теңдеуі Е тең H көбейтілген ню. Мұндағы H Планк тұрақтысы, ню толқын жиілігі. Де Бройль теңдеуі лямбда тең H бөлінген Мс, немесе лямбда тең H бөлінген Мв. Мұндағы лямбда бөлшектің толқын ұзындығы нанометрмен өлшем бірлігі, М фотонның немесе электронның массасы, С жарық қозғалысының жылдамдығы, В электрон қозғалысының жылдамдығы. Бұл теңдеу бойынша қозғалған дененің массасы неғұрлым кіші болған сайын, оған сай толқын ұзындығы соғұрлым үлкен болады. Келесі Шрёдингер теңдеуі. Шрёдингер теңдеуінің өрнегі осы күйде болады. Мұндағы Е минус У бұл электронның кинетикалық энергиясы, Пси толқындық функция, М қозғалыстағы электрон массасы, дельта X, дельта Y, дельта Z электронның координаттары жеке дифференциалды түрінде, және H Планк тұрақтысы. Квант сандары. Бірнеше квант сандары бар. N бұл бас квант саны, L орбитальды немесе қосымша квант саны, ML магнит квант саны және MS спин квант саны. Бас квант саны N энергетикалық деңгейдің, яғни электрон қабатын белгіленуі. Яғни N тең 1, 2, 3, яғни осы мәндерден шексіздікке дейін бола алады. Яғни бас квант саны электрон қабаттардың орта радиусын анықтайды. Бір қабатындағы электрон сандары 2n2-ге тең. Орбитальды квант саны L электрон бұлттарының пішінін анықтайды. Оның саны 0 және n-1. Орбитальды квант сандарын әріп таңбаларымен белгілейді. Яғни орбитальды квант саны L 0-ге тең болғанда деңгейшелердің таңбалануы S, 1-ге тең болғанда P, 2-ге тең болғанда D, 3-ге тең болғанда F, 4-ге тең болғанда G. Солай кете береді. Бас квант саны 1-ге тең болғанда орбиталь квант саны 0-ге тең, орбитальдің таңбасы 1s. Бас квант саны 2-ге тең болғанда орбитальды квант саны 0 және 1, орбиталь таңбасы 2s, 2p. Әр қарай бас квант саны 3-ге тең болғанда орбиталь квант саны 0, 1, 2. Сәйкесінше орбиталь таңбасы 3s, 3p
3D. Бас квант саны 4-ке тең болғанда орбитальды квант саны 0, 1, 2, 3. Сәйкесінше орбиталь таңбасы 4s, 4p, 4d, 4f. Әрі қарай магнит квант саны ml. Бұл орбитальдардың кеңістікте орналасуын анықтайды да, орбитальды квант санына тікелей қатысты болып келеді. Яғни ml тең минус L-ден плюс L аралығында. Яғни орбитальды квант саны L 0-ге тең болғанда магнит квант саны 0, орбиталь саны 1. 1p болғанда, яғни 1-ден 0 минус 1 аралығында жатады, яғни орбиталь саны 3. 2d болғанда 2, 1, 0, минус 1, минус 2, яғни 5-ке тең орбиталь саны 3f болғанда 3, 2, 1, 0, минус 1, минус 2, минус 3, яғни 7 орбиталь саны. Бұл суретте орбитальдардың орналасу реті көрсетілген. Спин квант саны ms электронның ішкі еркіндік дәрежесі. Осыған сәйкес спин квант санының мәні плюс 2-ден 1 және минус 2-ден 1 болатын мәндері болады. Яғни графикалық түрде электрон спиннің жоғарғы немесе төмен бағытталған стрелкаларымен белгілейді. Төмен плюс 2-ден 1, жоғары минус 2-ден 1, немесе екеуі де төмен қарауы мүмкін. Паули шарты. Бір атомда квант сандарының бәрі бірдей электрон орналасуы мүмкін емес. Яғни 2s2, мұнда n бас квант саны 2, L-іміз 0-ге тең, ml 1-ге тең, ms плюс 2-ден 1, минус 2-ден 1. Келесі Гунд ережесі. Кейбір әдебиеттерде Гунд ережесі деп жазылады. Энергиясы бірдей электрондар деңгейшелерде мүмкіндігінше жеке-жеке орналасуға ұмтылады. Мысалы, азот атомында валенттік электрондарының құрылымы 2s2, 2p3. Яғни 2s2 біреу төмен қарайды, біреу жоғары қарайды. 2p3-те ең алдымен төмен қарайтын стрелкалар толтырылады, одан кейін қажет болса жоғарылары басталады. Бас орбиталь және магнит квант сандарының аралық байланысы. Кестеде келтірілген, алдында да айтып кеттік. Сонымен 4 квант санын қолданып элементтердің атом құрылысы электрондық формулалар жазылады. Мысалы, хлордың электрондық формуласын жазатын болсақ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Қосып санайтын болсақ, 4, 10, 12, 17. Яғни валенттілік деңгейлері 3s2, 3p5 толтыратын болсақ, ең алдымен төменгі стрелкалары, одан кейін жоғарылары бастайды. Айтып кеткендей. Мысалы, 3p5 деңгейшенің анықтамаларын жазып келтірелік. Бас квант саны n 3-ге тең, орбитальдік квант саны L 1-ге тең, ml магниттік квант саны 3-ге тең, ms спин квант саны плюс 2-ден 1, плюс 2-ден 1, плюс минус және плюс 2-ден 1, 2-ден 1-ге тең. Сонымен n-іміз 3-ге тең, бас квант саны L 1-ге тең, ml 3-ге тең, ms қосындысы сомасы 2-ден 1-ге тең, яғни жартысы. Кличевский ережелері. Бірінші кезекте электрондар n плюс L қосындысының мәні кіші болып келген деңгейшелерге келіп орналасады. n плюс L қосындысы бірдей болған жағдайда электрондар бірінші болып n мәні кіші деңгейшелерге жайғасады. Бұл ережелер бойынша энергия мәнінің өсуіне қарай төменде келтірілгендей түрде жүзеге асады. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, яғни 3-ті болмайды, 4s, содан кейін барып 3-ті. 4p, 5s, 4-ті, 5p, 6s, 4f, содан кейін барып
5D 6P 7S 5F 6D осылайша кете береді. Бұл кестеде деңгейшелердің мәні келтірілген, олардың бас квант сандарының мәні, орбитальдық квант сандарының мәні және n плюс l сомаларының мәні. Назарларыңызға рахмет.